Көлікті, жеке мүлікті сақтандырасыз. Ал адам өмірін сақтандыру дегенімізді қалай түсінеміз? Ол не үшін қажет? Мамандар неліктен дабыл қағуда? Қазақстандықтар бұл мәселеге неге қырын қарайды? Тиімді сақтанудың түрлері. Мемлекет беріп жатқан сыйақыдан халық неге хабарсыз? Армысыздар, бұл Абай нөмірі 125, тізгінде Жасұлан Құрманғазы. Көлікті сақтандыру, жеке мүлікті, тіптен бизнесті сақтандыру деген. Ал адам өмірін сақтандыру дегенде естіпедіңіз. Шалыс естімедіңіз. Сіз өміріңізді сақтандырасыз. Қалай екенін алдайдармын. Әзірге бұл жүйе шет мемлекеттерде, әсіресе ақш-та өте қатты қолға алынған. Бізде өмірді сақтандыру десе үрке қараймыз. Бірақ мамандар сақтандырудың пайдасы ұшан теңіз дейді. Ал сақтандыру дегеніміз не? Нақтыласам, клиент пен оның жақындарын шарттың бүкіл мерзімінде күтпеген жағдайлардың салдарынан материалдық қорғау болып табылады. Сақтандыру полисінің міндеті қолайсыз оқиғалар кезінде отбасына төлем жасау, егер табыс тоқтатылған жағдайда оны ақшамен қамтамасыз ету. Өмірді сақтандыру саласында шарт жеке жасалады. Әрі олардың сақтандыру сомасы да әртүрлі болады. Жарналардың ең төменгі сомасы жылына 60 мың теңгені құрайды, ал максималды сомасы шексіз. Жалпы өмірді сақтандыру екі топқа бөлінеді. Олар міндетті және ерікті. Нақтысы міндетті сақтандыру саласында компания қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандырады және шетелге шыққанда туристі сақтандырады. Ал ерікті саласы бойынша сіз өмірді аннуитеттік және жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша қызмет көрсетеді. Өмірді сақтандыру полисі өзіңді және туыстарыңды күтпеген жағдайларда болуы мүмкін қаржылық шығындардан сақтауға көмектеседі. Өмірді жинақтаушы сақтандыруда азаматтар бір мезгілде сақтандырып қорғауды және сақтандыру төлемінің кепілдігін ала отырып ақша қаражатын жинақтау үшін пайдалана алады. Яғни бұл өнім сақтандыру мен жинақтауды біріктіреді. Халықты ұзақ мерзімді өмірді жинақтаушы сақтандыру шарттарын жасасуға ынталандыру мақсатында жеке тұлғаның салық салуға жататын табыстарынан жеке тұлға өз пайдасына және жақын туыстарының жұбайының пайдасына және жұмыс беруші қызметкердің пайдасына сақтандыру сыйлық ақыларын төлеген сақтандыру төлемдері алып тасталды. Айта кетейік, қазір отандық өмірді сақтандыру нарығында 9 компания бар. 2022 жылғы 1 сәуірдегі статистика бойынша қолданыстағы сақтандыру шарттарының саны 2,5 миллионнан асқан. Соның бірі Халық Лайф сақтандыру компаниясы. Бүгінгі таңда Қазақстанда Халық Лайф сақтандыру қорының 1 миллион 300 мың клиенті болса, Жамбыл облысында 100 мыңға жуық адам өз өмірін сақтандырған. Нақтысы сіз өміріңізді сақтандырып, айына аз ғана көлемде қаражат құйсаңыз, өміріңізге қадер төнсе, несиелеріңізді толықтай өтеп береді. Ай сайын аз дегенде 10 мың теңгеден жинап отырып, өзінің өмірлерін 2 миллион теңгеге дейін сақтандырады. Егер мысалы 5-6 жылда сол соманы жинаған болса, ол соманы жоғары бағасымен алып кетеді, немесе бір оқыс жағдайдан өмірден озып жатса, бала шағасына сол сома, тиесілі сома барлығымен баласына еншілес болады баласы. Сонымен қатар баланың білім алуына да ақша қаражатын мемлекет қолдаумен жинақтауға мүмкіндік туды. Яғни сіз балаңыздың білімі үшін Халық Лайф сақтандыру қорынан есеп шот ашып, шамаңыз келген қаражатты құйып отырсаңыз болады. Ал ата-анасы қайтыс болған немесе еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда балаға сақтандыру шартында жазылған оқудың толық сомасын төлеуге кепілдік беріледі. Осы қыркүйек айында Тоқаев президентінің бұйрығы бойынша жаңа бағдарлама енді. Ол мемлекеттік білімге арналған бағдарлама. Ол 5%-дан 7%-ға дейін мемлекет субсидия беріп отырады. Ол бағдарламаның ең басты мақсаты баланы оқумен қамтамасыз ету. Мысалы, сіз балаңыз 10 жаста болған кезде, мен балам 16-17 жege келген кезде жоғары оқу орнына түседі, мүмкін грантқа түсе алмай қалса, мен өз балама қазірден бастап ақша жинайын деп шешеді, мысалы 4 миллион теңгеге дейін жинаймын дейді. Аймая сомасын салып отырады. Бірақ баласы кәмелеттік жасқа жетпей жатып,
бұл кісі ата-анасы мамасы қайсы кісі жинай бастады, өмірден озып жатса, өмірді сақтандыру компаниясы баласына тиесілі соманы айма-ай өзі жинап отырады сол кісінің орнына. Сөйтіп баласы оқуға түскен кезде жылма-жыл оқу орнының алдында төлемін өтеп отырады. Ал егер бала грантқа түсіп жатса, жиналған соманы мемлекеттік субсидиясымен бірге ол баланың өзіне аударады. Енді Халық Лайф ұсынған ең тиімді бірнеше сақтандыру түрлеріне тоқталсақ. Лайф жол сақтандыру полисі. Сапарыңыз барысында сізге тек жайлық пен қаржылық қорғанысын сыйлайтын құрал. Ол сізге шетелде денсаулығыңызды қалпына келтіру үшін кететін қаржы шығындарын өтеуге көмектеседі. Сонымен қатар әрбір клиенттің өмірін жазатайым оқиғалардан да сақтандыруға мүмкіндік береді. Келесі кезекте зейнетақы аннуитеті. Бұл бағдарламамен зейнетақы төлемдерін уақытынан бұрын алыңыз. Аннуитеттік зейнетақы төлемдері өмір бойы төленеді. Арманыңызды іске асыруға көмектесіп, құрметті демалысты жоспарлауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Life Persona өмірді 5 минутта сақтандыру. Қаражатты жинақтау үшін және отбасының әл-ауқатын қорғау мақсатында пайдалануға болады. Жарнасы күніне 2-3 теңгеден басталады. Және де Life қорғау. Бір жылға жазатайым оқиғадан қолжетімді сақтандыру бағдарламасы. Кез келген адам өзіне және өз жақындарына қауіпсіз өмірді қалайды. Алайда өмірде небір жағдайлар, оқиғалар орын алып жатады. Міне осы жағдайлардан Life қорғау бағдарламасын таңдау арқылы сақтануға болады. Бағдарламада өмірлік сақтандырудың бірнеше түрін жіктеп бердік. Оқыс оқиға бола қалған жағдайда жақындарыңызды азапқа қалмау үшін өз өміріңізді сақтандырыңыз. Бүгінге айтар ақпарым осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.